Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар, сіздермен бірге SMG Education білім беру жобаларын құрастыру орталығы. Және де менің есімім Қалиев Берік Рамазанұлы. Сіздермен бірге құрама теңдеулер тақырыбын бүгін қарастыратын боламыз. Құрама теңдеулер тақырыбына байланысты 5 есепті сіздермен бірге шығаратын боламыз. Әрине, іске сәт. Ал енді құрметті оқушылар, назарларыңызда бірінші есеп көрсетілген. Бірінші есебіміз біздің бүгінгі тақырыбымызға байланысты ең алғашқы есеп болып табылады. Өте оңай есеп. Мен жалпы айтатындай, барлық есептер оңай негізінде математикада. Әрине, сендердің класстарыңда одан да оңай болып табылады. Бұл жерде тек қана мысалы 8 деген санды жақшаның сыртында тұрған. Жақшаның ішіндегі әрбір элементке көбейтіп шығу керекпіз. 8-ді 2х-ке көбейтеміз бірінші. Жақшаны ашу үшін 16х шығады. Қосу белгісін салып, 8-ді 3-ке көбейтеміз, 24 болады. 8-ді 3-ке көбейтсек 24 себебі. Азайтылған 17-ні көшіріп жазамыз, тең болады. Мына жерде дәл осылай 4х-ке және де 4 1-ге көбейтіледі. Сондықтан 4х-ке көбейтсек 4х, 4-ті 1-ге көбейтсек 4 болады екен. Мына жерден мысалға сол жағына 16х қалады. Х-і бар мына 4х теңдеудің тең белгісінің оң жағында таңбасы плюс болып тұр. Себебі таңбасы жоқ бұл жерде. Ол мына жаққа ауысқан кезде минус 4х болып келеді. Тең болады. 4х-іміз кетіп қалған кезде мына плюс 4-іміз қалады. Плюс 4-тің плюсын жазбай, тек 4 деп жазып қойсақ болады. Содан соң плюс 24-іміз минус 24 болып, минус 17-іміз плюс 17 болып келеді. Яғни, құрметті оқушылар, 16х-тан 4х-ті азайтатын болсақ, 12х қалады, тең болады. Рационал сандар тақырыбын өткен болсақ, біздер 4 санынан 24 санын азайтқан кезде минус 20 шығатын білу керекпіз. Минус 20 саны қосылған 17, бұл бізге минус 3-ті береді. Яғни, х-ті табу үшін біздер 12х-ке көбейтіліп тұр деген сөз, сондықтан минус 3-ті біздер 12-ге бөлу керекпіз. Минус 3-ті 12-ге бөлетін кезде 3 пенен 12-ні қысқартамыз, минусын алдына жазып қоямыз да. 3-ті 3-ке бөлетін болсақ 1, 12-ні 3-ке бөлетін болсақ 4 сан шығады. Минус 4-тен 1 шығады екен. Тең болады. Минусын жазамыз, 4-тен 1 дегеніміз бұл біздің 0,125-іміз. Сонда есептің жауабы х тең минус 0,125-ке. Осы жауапты немесе мына жауапты нұсқалардың арасынан іздеу керекпіз. Екінші есепке өтейік. Оқушылар, екінші есепке де көшейік. 3-тен 1 саны жақшаның ішіндегі 9х минус 3 санына көбейтіліп тұр екен. Яғни, 3-тен 1 санын 9х-ке және де минус 3 санына жеке-жеке көбейтеміз. Мына санға және де минус 3 санына жеке-жеке көбейтеміз. Келесі оң жағында қарайтын болсақ, 4-тен 1 саны х-ке ғана көбейтіліп тұр. Егерде х 6-дан 5-ке қосылып жақшаның ішінде тұрған болса, дәл осылай біздерде үлестірімдік қасиетті пайдаланатын едік. Сондықтан оң жағындағы нәрсе солаймен қалады, себебі ешқандай жақша еш нәрсе көріп тұрған жоқпыз. Мына жақта жақшаны көріп тұрмыз, сондықтан 3-тен 1-ді ең алдымен 9х-ке көбейтеміз, сосын азайтылған 3-тен 1-ді 3-ке көбейтеміз. 3 пенен 9-ды қысқартамыз. 3 пен 9-ды қысқартсақ 3х қалады. 3 пенен 3-ті қысқартамыз, азайтылған 1 қалады. Тең болады 4-тен 1х қосылған 6-дан 5-ке. Х-терін әдеттегідей сол жақта сандарды оң жақта жинаймыз. Тең белгісін салайық. Тең белгісінің сол жағында 3х деген әріпті өрнегіміз бар. Мына 4-тен 1 дегеніміз оң жағында ешқандай таңбасыз тұр, яғни оның таңбасы плюс деген сөз. Ол сол жаққа шығатын кезде 4-тен 1 х минус болып барады. Сол кезде оң жағындағы 6-дан 5-ті көшіріп жазып, мына минус 1-ді оң жаққа қарай көшірген кезде плюс 1 қылып көшіреміз. 3х-тан 4-тен 1х азайтылық. Бұл жерде 2,4-тен 3х қалады, тең болады 1,6-дан 5-ке деп жазамыз. Солай ғой, мына 2,4-тен 3х-тің қай жақтан шыққанын білетін боларсыздар. Тағы да естеріңізге салып кетейін, 3-тен 4-тен 1-ді азайтатын кезде 3 дегенімізді 2,4-тен 4 деп алып, одан 4-тен 1 санын азайтамыз. 2,4-тен 4-тен 1-ді азайтқан кезде 2,4-тен 3 қалады. Дәл осы жерден бізден 2,4-тен 3 қалған болатын. Яғни, жалғастырамыз, құрметті оқушылар. Х-ті табу үшін 1,6-дан 5 санын бөлу қажет 2,4-тен 3 санына.
Бұл жерде бұрыс бөлшектерге айналдырып, содан кейін көбейтуді бөлуге алмастыру керекпіз. 5-ші сыныптың жай бөлшектерді, аралас бөлшектерді бөлу тақырыбына байланысты есеп бұл. 1-ді 6-ға көбейтеміз 6, 6-ға 5-ті қосамыз 11 бөлінген 6. Сосын бөлінген 4 астында қалады. 4-ті 2-ге көбейтетін болсақ 8 болады, 3-ге қосамыз, тағы да 11 болады. Сонда бірінші бөлшегіміз орнында қалады. Көбейтуге алмастырып, екінші бөлшек алымы мен бөлімі орындармен алмасады. 4 менен 11. Сондықтан бұл жерде 11 менен 11 қысқарады. Еш нәрсе қалмайды, немесе 1 десек болады, немесе бірлер жазбай қойсақ та болады. 6 мен 4-ті қысқартамыз. 2-ге 6-ны 2-ге бөлсек 3, 4-ті 2-ге бөлсек 2. Жауабы сонда 3-тен 2. Сонда бұл теңдеудің жауабы x тең 3-тен 2 екен. Ал құрметті оқушылар, алдағы 2 есеп түсінікті болса, 3-ші есепке назар аударайық. 3-ші есеп кішкене ұзынырақ, қиын секілді болып көрінеді, бірақ ешқандай қиындығы жоқ. Оқушылар, құрметті оқушылар, мына теңдеудің басқаша түрін жазып берейін мен сіздерге. Мысалға былай жазуға бола ма, қалай ойлайсыздар? 2 көбейтілген 0,75 175 x алынған 1,5 жақша жабылған. Мына бөлу амалын ұзын сызық ретінде, яғни бөлшек түрінде жасатын болсақ, астына 3,1 бөліміне кете қояды. Тең болады 15 алынған 2,5 x-ке. Дәл осылай жазсақ, еш нәрсе өзгермейді, дұрыс па? Яғни бөлімінде тұрған 3,1 біздің оң жағымызға көбейту болып барады. Ал мына көбейтіліп тұрған 2 оң жағымызға бөлу қылдырып жіберсек болады, немесе жақшаларды ашып жіберсек те болады. Яғни мына 3,1-іміз біздің мына жаққа көбейту болып барады. Мына жерден 1-ден алып тастап, көбейтілген 3,1 деп жазып қойсақ, ешқалай қателеспейді екенбіз. Сол кезде 2 0,75-ге көбейтіледі, сосын 2 1,15-ге де көбейтіледі. 3,1-іміз біздің 15-ге көбейтіледі, содан кейін 3,1-іміз 2,15-ге көбейтіледі. 2 санын 0,75-ге көбейтетін болсақ, біздің 1,15 x шығады. 2 санын минус 1,15-ге көбейтсек, минус 3 саны шығады. Тең белгісін жазамыз. 3,1-ді 15-ге көбейтейік. 15 санын 3,1-ге көбейтейік. 1-ді 5-ге көбейтсек 5, 1-ді 1-ге көбейтсек 1. 3-ті 5-ге көбейтсек 15, 1 ойда 5-ін жазамыз. 3-ті 1-ге көбейтсек 3, 1 ойдағысымен 4. 5, 6, 4. Үтірді мына жерге қоямыз, сонда 46,5 болады екен. Содан кейін азайтылған енді 3,1 санын көбейтеміз нешеге? 2,15-ге. 5 пенен 1-ді көбейтеміз 5. 2 ойда. Жоқ, кешіріңіздер. 5 пенен 1 санын көбейтеміз 5 шығады. 5 пенен 3-ті көбейтеміз 15 шығады. 2 менен 1-ді көбейтеміз 2, 2 менен 3-ті көбейтеміз 6. Сонда 5 астыға түседі. 5 пенен 2-ні қосатын болсақ 7, 6 менен 1-ді қосатын болсақ тағы да 7 сан шығады. Үтірді 2 саннан кейін жылжытып қоямыз. 7,175. 7,175 қасында x бар. Ұмытпау керекпіз, достар. Мына жақта 1,15 x-іміз қалған кезде минус 7,175 x мына жаққа плюс болып келеді, себебі оң жақтағы оның таңбасы минус болып тұрған еді. Минус 7,175 санымыз, құрметті достар, сол жаққа шыққан кезде плюс болып шығады. Плюс 7,175 x деп жазамыз. Тең болады. Оң жақта сонда 46,5. Міне мына санымыз қалады. Ешқандай өзгеріссіз. Сосын минус 3 саны, мына минус 3 саны оң жаққа плюс 3 болып өзгеріп келеді. 1,15 x-ге 7,175 x-ті қосамыз. Сонда 9,125 x шыға қояды екен. 9,125 x деп жазып, тең 48,5-ге. Дұрыс қой. 46,5-ге 3,ді қосатын болса 49,5 шығады екен. Енді
9,25x'ті 49,5-ке теңестіріп тұрмыз. Яғни x'ті табу үшін 49,5-ті бөлу керек біз 9,125-ке. Үтірден кейін бөлімінде 1-2 сан, алымында 1-ақ сан. Сондықтан 5-тің қасына 0-ды тіркеп, енді үтірлерді алып тастауға да болады екен. Бұл жерден 4950-ді 925-ке бөліп жатырмын деп ойлаймыз. X-ті табу үшін 4950-ді бөлеміз 925-ке. 5-ке қысқартайық, құрметті достар. Бұл жерден 49-дан аламыз. 5-ке бөлетін болсақ 9, тағы да 5-ке бөлетін болсақ 9, 0. Себебі 49-дан кейін бізде 4 қалдық қалады. 5-ті қасына қосамыз. 45, 45-ті тағы да 5-ке бөлсек 9 болады. 0-ды тіркеп жаза қоямыз. 9-дың ішінде 1-ақ 5 саны бар. Содан кейін 4 қалдық. 42-ден алатын болсақ 40 бөлінеді. 40-ты 5-ке бөлсек 8, және де 25-імізді аламыз. 5. Әрине тағы да 5-ке бөлуге болатыны көрініп тұр. 990-ды 5-ке бөлетін кезде мына жерден 9-дың ішінде 1-ақ 5-іміз бар тағы да. Сосын 4 қалдық қалады. 49 болса 45 бөледі. Тағы да 9, 40 қалдық қалады. 4 қалдық қалады. Оның 0 менен 40 болады. 40-ты 5-ке бөлсек 8 болады. 198. Мына жақта 185-ті бөлетін кезде 18-ден аламыз. 15-тің ішінде бізде 3 5 бар. Сосын 15-ті алдық, яғни 3 қалдық қалды. 3 қалдықтың қасына 5-ті қосамыз. 35-ті 5-ке бөлсек 7 болады. 198 саны 7 санына бөліне ме, бөлінбей ме? Оны білу үшін біздер жай ойланамыз. 4-тен беріп көрсек, қалай болады екен? 4-ті 7-ге көбейтсек 28 ғой, сол кезде мына 8 соңғы саны шығып қалуы мүмкін. Яғни 37 санын 4-ке көбейтіп көрейік. 7-ні 4-ке көбейтетін болсақ 28, 2-сі ойда, 4-ті 3-ке көбейтетін болсақ 12, 12 мен 2 сөйдағымен 148. Яғни бөлінбейді екен 198. 5-ке 7-ні көбейтетін болсақ тағы да келмейді. Себебі 5-ке аяқталу керек, 35 болып, 6-ға көбейтетін болсақ 42 болады, 7-ге көбейтетін болсақ 49 болады, 8-ге көбейтетін болсақ асып кетеді. Сондықтан 198 бөлінген 37 қалай береді? Немесе мына жерден 148-ге 37-ні қосып көрейік, 5-тен берсек неше болады екен деп. 5-тен беретін болсақ, мысалға, қанша 8-ге 7-ні қоссақ 15, бірі ойда, мына жерде 7 болады, 4-ке 3 қоссақ, бір ойдағысымен 8 болады, 185. Яғни 185 болады екен, 5-ке көбейтсек, тағы да 6-ға көбейтетін болсақ, яғни одан көп болып кетеді 198 санынан. Сондықтан 5 бүтін 37 астында қалады да, 198-ден 185-ті азайтсақ, бізде неше қалды қалады? 198-ден 185-ті азайтайық, қараңыздар. 198 алынған 185 саны. 8-ден 5 алсақ. 8-ден 5 санын азайтатын болсақ, құрметті достар, 8-ден 5 санын азайтатын болсақ, 3 болады. 9-дан 8 азайтатын болсақ, 1 болады. 13 қалдық қалады екен. 5 бүтін 37-ден 13 саны шығады. Құрметті достар, яғни бұл есептің жауабы x тең 5 бүтін 37-ден 13 санына. Әрине, әдемі жауап емес, бірақ та біздер x-ті таптық. Дұрыс деп ойлаймын. Құрметті оқушылар, келесі 4-ші есебіміз берілген екен. Бұл да бір оңай есептердің біреуі, себебі бұл жерде тек қана бір x-ті көріп тұрмыз. X-терді бір жаққа жинап қажет емес, тек қана қасындағы сандардан құтыла қоямыз, сол кезде x-тің нешеге теңгенін табу керекпіз. Ең алдымен, жақшаның ішіндегі болып жатқан жағдайға мән берейік. Минус 21-ден 16 қосылған 3-тен 2 санын көріп тұрмыз. Екеуінің таңбалары әртүрлі. Екінші ережеге сүйенетін болсақ, екінші ережені ұмытпаған болсақ, құрметті оқушылар, үлкен саннан кіші санды азайтып, үлкен санның таңбасын қою керек едік. Үлкені қайсы, кішісі қайсы екенін әзірше білмейміз, сондықтан біздер екеуін ортақ бөлшекке келтірейік. Ортақ бөлімге. Минус 21-ден 16, ал қосылған 3-тен 2 дегенді 21 қылдыру үшін біздер 7-ге көбейтеміз. 3-ті 7-ге көбейтетін болсақ 21 болады, 2-ні 7-ге көбейтетін болсақ 14 болады. Сонда үлкені бұл біздің 21-ден 16 сан екені көрініп тұр. 21-ден 16-дан 21-ден 14 азайтсақ 21-ден 2 болады, алдына минус таңбасын, үлкен санның минус таңбасын қоямыз. Сонда бұл бізде жақшаның ішінде шыққан сан.
Келесі, мына жерге назар аударайық. Бізде теріс аралас бөлшек оң аралас бөлшекке көбейтіліп тұр. Яғни бұны қалай жазуға болады? Минусын алдына жазып қойық. 1-ді 5-ке көбейтіп 2-ге қосатын болсақ, 5-тен 7 шығады. Көбейтілген 14-тен 1-ді 14-ке көбейтіп 1-ге қосатын болсақ, 15. Сол кезде 7 менен 14 саны қысқарады, астында 2, 5 менен 15 саны қысқарады, үстінде 3, яғни минус 2-ден 3 немесе минус 1,5, құрметті достар. Минус 1,5 саны шығады екен. Сонымен, топтастырып жазайық. X бөлінген 8 саны көбейтіліп тұр. Жақшаның ішінде бізде минус 21-ден 2 саны шыққан болатын. Тең болады минус 1,5 санына. Дұрыс қой, достар. Сонда, X бөлінген 8-дің алдында ешқандай таңба жоқ. Бұның таңбасы плюс деген белгіні береді. Плюс X бөлінген 8 минус 21-ден 2-ке көбейтіліп тұр. Сондықтан, минус таңба мен плюс таңба көбейтіліп, бізге минусты береді. Сосын 8 менен 2-ні қысқартып, астына 4 деп жазамыз. Үстінде X қалады, сонда астында 4 менен 21 екеуі бір-біріне көбейтіліп, 84 санын береді. Тең болады минус 1,5-ке. Сонда, екі жақтағы минус сандар тұратын болса, екі жақта да, сол жақта да, оң жақта да 2 санның алдында. Бұл минустарды алып тастауға, немесе өшіріп тастайық. Қысқарады деп айтамыз, немесе. Сол кезде X-тің жалғыз өзін жазу үшін бөлімінде тұрған 84-ті оң жаққа қарай 1,5 санына көбейтіп жібереміз. 84-ті көбейтеміз 1,5 санына. Яғни кез келген санды 1,5-ке көбейту үшін біздер дәл сол санға өзінің жартысын қосамыз. Мысалға 84-ті 1,5-ке көбейту үшін біз 84-ке осы 84-тің жартысын 42-ні қоса қоямыз. 6, 126 шығу керек екен. Бұл есептің жауабы сонда 4-ші есептің, құрметті достар, X тең болады 126-ға. Есебіміз шықты. Құттықтаймын. Сонымен, құрметті достар, ең соңғы 5-ші есепке де келіп жеттік. Бұл есеп онша ауыр есеп емес. Бұл жерде тек қана бір жақшаны көріп тұрмыз. Алдында 6 деген саны бар, сондықтан 6-ны біздер X-ке және де 2-ке көбейте саламыз. Содан кейін оң жағында минус 68 қосылған 111 деген санды көріп тұрмыз. Яғни, екеуінің таңбалар әртүрлі осы жердегідей, біреуінікі плюс, біреуінікі минус болса, үлкен саннан, яғни 111-ден 68-ді азайтамыз. 111-ден 68-ді азайтайық тездетіп, 1-ден 8 алынбайды, 11-ден 8 азайтамыз. Сол кезде 3 қалады, мына жақта 0 қалғандықтан 10-нан 6-ны азайтсақ 4 болады. Сонда 43 болады, таңбасы үлкен санның, яғни 111-дің таңбасы плюс болады. Плюс таңбасын немесе қоймай қойсақ та болады. Тез шығарып тастайық. 6-ны X санына көбейтетін болсақ, X-ке көбейтетін болсақ 6X болады, 6-ны 2-ке көбейтсек 12 болады. Таңбасы қосу, себебі 6 мен 2 екеуі де оң сандар. Сосын алынған 7-ні көшіріп жазып қоямыз. 12-ден 7-ні азайтатын болсақ, бізде 5 шығады. Сондықтан 6X қосылған 5 тең 43 деп жазуға болады. Сонда 6X-імізді қалдыратын болсақ, мына плюс 5-іміз оң жаққа қарай минус 5 деп шықса, 43 алынған 5 бұл бізде 38-ге тең. Білеміз ғой барлығымыз. Сонда 6X тең 38-ге, X-ті табу үшін 38 санын 6 санына бөлеміз. 38 менен 6 санына бөлетін болсақ, 38 бөлінбейді 6-ға. Біздер білеміз көбейту кестесінен 36-ның 6-ға бөлінетінін білеміз. 6 бүтін 2 қалдық қалады. 6-дан 2 немесе 6 бүтін 3-тен 1 деп 6 мен 2 сандарын 2-ге қысқартып жіберсек болады. Сонда жауабымыз біздің 6 бүтін 3-тен 1. Болды. Құрметті оқушылар, сіздерге барлық 5 есеп түсінікті болды деп ойлаймын. Осындай есептер келе жатса, тек қана үлестірімдік заңын білу керекпіз. Жақшаның сыртында бір сан тұрса, бұл сан жақшаның ішіндегі әрбір элементке көбейтіледі. Сосын бір байқап отыратын жағдай, таңбалар, минус, плюс таңбалар бұл жерден шатаспауларың керек. Сіздерге сәттілік тілеймін. Келесі сабақтарда жүздескенше сау болыңыздар.